Пахлава жасау үшін 600 грамм ұнның үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз. 2 жұмыртқаның сарысын, сонымен қатар 150 грамм қаймақ қосамыз дүкеннің. Bir шай қасықтай сода қосамыз, ас содасын. Және де 200 грамм сары майды қосамыз да барлығын жақсылап араластырамыз. Üstüne tағы да кішкене сүт қосамыз. Осы дайын болған қамырымызды холодильникке 30 минутқа қоямыз. Орехімізді ұсақтап аламыз, ұнтақтап. Екі жұмыртқамыздың ағын осы ақ жұмыртқаның үстіне 200 грамм шекер саламыз. Дайын болған жұмыртқамыздың шекерінің үстіне дайын болған грек орехін саламыз. Жаңғағын. Жақсылап барлығын араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны бірнеше бөлшекке бөлеміз. Төрт бөлшекке бөлдік қамырымызды. Енді осыны жұқа қылып жаямыз. Массамызды қамырымыздың үстіне осылай жағамыз. Тек ең бетіне жақпаймыз, қалған үшеуіне осылай жағып шығамыз. Bir кезге тегіс қылып жағамыз.
қантымызды саламыз. Бұған да бір келтір жағып шығамыз. Енді қамыр тұзын кесіп аламыз. Осының үстіне орех қойып шығамыз. Енді осыны 180 градусқа 35 минутқа пісіріп аламыз. Енді болған пахлаваның үстіне бал мен шекер және майды ертіп құямыз. Және де осыны 10 минут газға қайтып пісіріп аламыз. Пахлава дайын болды. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.